Ассаламуалейкум, ардақты ағайын. Эфирде Абай тағылымы бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімінде Абай баламен әңгімелесуге неге құмар деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Тарихи естеліктерде бүйдейді. Біз сабақтан шыққанда өз үйіне шақырып алып, не ортамызға келіп, әңгіме айтатын. Әңгімесі өте қызықты болатын, тыңдауға жалықпаушы едік. Әңгімесінің көбі өзіміз естімеген, білмеген атақты адамдардың өмірі, ісі жөнінде болатын. Орыстың Пушкин, Лермонтов деген ақындарының атын 9 жасымда тұңғыш рет әкемнің аузынан естідім. Әкем әңгімені өте қысқа айтатын, және ұғып алыңдар, ұқпағандарыңды сұрап алыңдар деп отыратын. Әкемнің әңгімесінің қызықтылығы, түсініктілігі сондай, біз бір естігенімізді ұмытпаушы едік. Егер бір бала әкемнің әңгіме айтқан күнінде болмай, ести алмай қалса, әкем ол баланы келесі бір күні шақырып алып, біздің біреуімізге кешегі естіген әңгімені мынаған айт деп айтқызып, өзі тыңдайтын еді. Сондықтан да біз әкемнің аузынан естіген сөзді бұлжытпай ұғуға міндетті сияқты едік. Бұл тарихи әңгіме Абайдың немересі Уәсила Мағауия қызының естелігінде келеді. Абай баламен әңгімелесуге осынша неге құмар болды екен? Абай мен балаларының арасындағы қарым-қатынастан үлкен ақпарат беретін құнды жазба. Бұл деректен Абайдың балаларға әңгімесінің жүйесін, мазмұнын, методикасын аңғаруға болады. Естелікке назар салсақ, әкем балалар сабақтан түскенде не келіп, не қасына шақырып алып дегеннен, Абай хакімнің тайм-менеджмент, яғни бұл баламен әңгімелесу мәселесінде бір жүйелі уақытқа қойылғандығын аңғаруға болады. Басқа вариант жоқ, яғни басқа нұсқа бала күтпейді. Не әке келеді, не оларды шақырып алады. Аталмыш естелікке назар салатын болсақ, хакімнің әңгімесі мына мазмұндарды қамтиды. Біріншіден, өте қызғылықты әңгімелер. Екіншіден, балалар мүлдем естімеген, соны тың ақпараттар. Үшіншіден, әйгілі адамдардың өмір деректері. Төртіншіден, тарихи тұлғалардың істері. Бесінші, керек кезінде әлемдік мәдениет пен әдебиеттің өкілдері жайлы құнды мазмұндарды қамтитынын байқаймыз. Мазмұндарды хакім балалар санасына қалай жеткізеді дегенге де осы деректен жауап табамыз. Яғни Уәсила Мағауия қызының әкемнің әңгімелері өте қызғылықты. Бір естігенімізді ұмытпаушы едік. Және әкем ұғып алыңдар, ұқпағандарыңды сұраңдар деп айтатын деген сияқты цитаттарынан Абай атамыздың методикасының ұзын ырғасы аңғарылады. Шын мағынасында осы деректен хакімнің балалармен әңгімесінде қандай методика қолданатындығын аңғаруға болады. Біріншіден, қысқа баяндау. Екіншіден, қызғылықты етіп әңгімелеу. Үшіншіден, балаға түсінікті тілде сөйлеу. Төртіншіден, баланың қайтадан білмеген жерін сұрап алуына мүмкіндік жасау. Бесінші, кері байланысты жолға қою. Алтыншы, балаға әңгіме айтқызып, қайтадан өзі тыңдау. Бұл соңғы методиканы Абай атамыз балаларға және үлкендерге кітап оқып беру барысында да қолданған. Уәсиланың тыңдауға жалықпаушы едік деуінің астарында осындай методикалар жатқандығын пайымдауға болады. Баламен әңгімелесу бала тәрбиесінде бейжай қарайтын тақырып емес. Бұл мәселені бейжай қалдырған ата-аналар былай тұрсын. Осы үрдісті өзінше жалғастырып жүрген ата-аналарымыз осы мазмұн, методика мәселесіне көңіл бөле ме екен? Бұл жердегі хакімнің кері байланысында екі түрге бөліп қарастырсақ болғандай, біріншісі әңгіме ішіндегі кері байланыс және келесі сабақта болатын кері байланыс. Әуелгісі әңгіменің ортасында балаларға ұғып алыңдар, ұқпағандарыңды сұраңдар деп қайта-қайта есіне салу арқылы балалардың сабаққа зейін қойып отыруын, сонымен бірге назарын бөлмей тыңдауын қамтамасыз етуге қол жеткізсе, екінші келесі сабақта ол балаға қайтадан айтқызып қалу мүмкіндігі бар. Сондықтан да балалар ол әңгімені міндетті түрде ықыласпен тыңдауға бейім. Сонымен бірге естеліктің ішінде
кешегі әңгімені мынаған айт дейтін сөйлем келеді. Яғни бір рет сабаққа қатыспай қалған бала екінші қайталайтұғын болса, онда ол баланы абай міндетті түрде қайтадан шақыртып алып, алдыңғы сабақта қатысқан балалардың біріне сол әңгімені айтқызып, өзі тыңдап баланы сынаса, екінші жағынан қалған балалардың тағы да бір әңгіменің мазмұнына қанығуына мүмкіндік жасайды. Әкесінің қай балаға ілтипатпен мынаған кешегі әңгімені айт дейтіні белгісіз. Сондықтан да балалар әңгімені өте зейін қойып, ыждағаттылықпен тыңдауға мәжбүр. Баланы зорлап, немесе ұрысып, қорқытып емес, шынайы махаббатпен және жүйелі тәртіппен, принципте тұрумен, яғни үнемі ұдайы осындай принциптерді сақтап отыру арқылы қол жеткізген үлкен методикалық жетістік деуге болады. Тағы бір қызығы, абайдың тыңдай алмай қалған баланы қайтадан шақыртып алуы. Бұл әңгіме айтушының да, яғни ата-ананың да өзіндік жауапкершілігінің күштілігін аңғартса керек. Мәтінге көңіл бөлсек, әкем ол баланы келесі бір күні шақыртып алып дейді. Яғни, егер бала сол құрамның ішінде бар болатын болса, оны шақыртып алып не істейді? Ал енді біздің біреуімізге тұрғызып дейді. Бұл жерде көп баланың қатысып отырғандығын аңғартады. Яғни көп баланың ортасында оны шақыртып алып, ішінде бір балаға қайтадан әңгіме айтқызып, өзіндей баланың аузымен ол балаға тыңдатуы қалып қойған бала үшін де, және осында қатысып отырған бала үшін де үлкен жауапкершілік сезімін арқалататыны айдан анық. Енді бағдарламамыздың негізгі сұрағына көшсек, Абай атамыз баламен әңгімелесуге құмар болуының себебін мына жақтардан қарастыруға болады. Әуелгісі балаға уақыт туралы ұғым қалыптастыру, яғни сабақтан шыққанда, күнделікті немесе көбінде осы бір мезгілде болып отыратын әңгімеге баланың санасы үйірілесе бастайды. Яғни сабақтан түскенде басқа нәрсені аңсамай, тек қана әкенің әңгімесі болады деп күтіп отыру, балаға да уақытты жүйелеу жайлы өзіндік әсер беретіні анық. Екінші, баланы жүйелілікке, жауапкершілікке тәрбиелеу. Яғни бұл жердегі әңгімелесу процесінің өзі жүйелілікке құрылған. Яғни уақыты, орны, форматы, сонымен бірге кері байланысы, методикасы орныққан әңгіме формасы. Бұл бала үшін де өте үлкен өнеге мектебі. Ал енді баланы қайтадан ұғып алыңдар, ұқпағандарыңды сұраңдар деп, баланың бойын еркін, өзімен кері байланысқа шақыруы үлкен адамдармен, әсіресе қасында отырып, әңгімеші есебінде, ұстаз есебінде болып отырған адаммен де еркін қарым-қатынаста болуына жетелейді. Қала берді, мазмұнның байлығы баланың көз аясын кеңітсе, екінші жағынан баламен қайтадан кері байланыс арқылы балаға айтқызу, және басқа балаларға әңгімелетіп өзі тыңдау деген мәселелер баланың ойының ұшқырлығын, тілінің шұрайлығын, сөйлеу мәдениетін, топты ортада өзін қалай ұстаудың барлық қыр-сырына жатылдыратын озық методика. Сондықтан да Абай атамыздың бұл тағылымы бүгінгі қазаққа да керек шығар деп шештік. Абай тағылымы бағдарламасының келесі санына дейін есендік, саулықта болыңыздар.